Sizlerмен Сайын Мұратбековтың Гүлсанесі повесі бойынша кейіпкерлер несі қалдайтын боламыз. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз жалпы Гүлсанесі повесі бойынша мына жерде Аянның қандай мінездерін көрдік, мысалы, Аян қандай бала? Сыпайы, батыр, инабатты, сүйкімді, ақылды, мейірімді, қамқор деген мінездерін жәнегі шығармадан танысып білдік. Енді сендердің мінездерің қандай екен? Сол туралы біз қазір білетін боламыз. Біздің сыныптың алғыры Қуаныш. Біздің сыныптың білімді қызы Еркежан. Келесі біздің аяғы өте сыпайы қыз. Біздің сыныптың тапқыры Маржан екен, не қылы? Біздің сыныптың ақ көңіл қызы Аяру. Және біздің сыныптағы тапқыр оқушы Нұрали. Біздің сыныптағы батырымыз Ұлсұлтан. Және сыныптың номер 1-ші жұлдызы ол Жасұлан. Және сыныптағы Аяру сенімді дос екен. Енді бүгінгі сабағымызда Аяру мен Нұрали қатыса алмады себептермен. Ары біз осы қалғанымыз осы тақтада берілген жәнегі көп қызыл жүректер бойынша топтарға бөлінеміз. Контексіз топқа бөліне болады. Және кім қызыл болды, кім көп болды? Мен қызыл болды. Қызылдар бір топ, көп қызылды бір топ болады. Контексіз топ бөліне қояды. Аяғы сен қызыл болдың ба? Аяғы қызыл болды. Болды осылай бөлінеді. Жақсы. Екі топқа бөлінді. Енді осы қазір сабақ бойында берілген тапсырмаларды өздерің бағалайсыңдар. Мына ұялы телефон арқылы бұны алдарына қойып қойыңдар. Ат жөнімізді жазып қоямыз. Ары қарай бала сабаққа назар аударайық. Келесі міне. Белсенді топ, бірінші топ Аян тобы, екінші топ Есікбай тобы. Жалпы балалар біз Аян мен Есікбай кейіпкерлермен таныспыз ба? Таныспыз. Аян кім? Жетім бала шығармадағы, ал Есікбай кім? Сотқар және жағымсыз кейіпкер. Еге берілген тапсырма бойынша әңгімедегі кейіпкерлерді ата дейді. Қандай кейіпкерлер бар әңгімеде? Аян, Бапайсым, Есікбай. Қай нұсқа дұрыс? Аян, Бапайшал, Есікбай. Осы нұсқа дұрыс, дұрыс. Келесі. Қазір көрейік. Келесі, Аянның ертегісі қалай басталады? Ертеде бір жетім болды. Жақсы, ертеде бір жетім бала болыпты, Келесі, Аян Жақсы. Келесі, Аян алғаш рет тобығын қалай қайғызды? Жоқ, өстен бұзау айдап келе жатқанына өзін қасқа бұзауына сейдіп мөлмейді. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Келесі, әжесі қайтқан соң Аян кімнің? Бапайшал. Жақсы. Аянның ауылы қалай аталған? Жақсы. Аянның басты ерекшелігі қандай? Аянның басты ерекшелігі сонымен қандай? Өзімді. Жақсы. Аян достарына не үшін ертегі айтып беретін? Уақыт өткізу үшін. Қалай білесіңдер? Көтеру үшін. Көңілдерін көтеру үшін себебі ол өзінен бұрын қасындағы достарын көбірек ойлайтын, Жақсы. Келесі соңғы сұрақ. Аянның арманы қандай? Әкесінің балы. Жақсы. Жақсы балалар. Сөз бір ой әдісі бойынша сағыныш, ертегі, естелік, сырғанақ,
Қыс мезгілі шана деген сөздерді бір сөйлем айтайықшы. Сағыныш туралы. Сағыныш сөзіне байланысты Жусаниса шығармасының қандай? Жусан шөбі аяға сағынышын жүріп, аяның сағынышын айтасың сұлтан, иә? Аяның әкесіне деген сағынышы. Келесі ертегі. Жылдам достарына өте қызық. Иә, жақсы. Келесі сөз естелік. Пальто. Әкесінің иісін. Иә, жәнегі әкесінің иісі сіңген пальто, иә? Жақсы. Келесі сырғанақ. Достармен аяғының сырғанағы болып, сол кезде аяғын көшіп барғанда қалып кетіп, содан кейін есік байын сырғанағы дәрменгендей болған деп. Жақсы. Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде Балалардың барлығы сырғанақ теуіп жүреді. Аяқ бірақ оларға қызығы қайтады. Не себепті? Жақсы. Шана. Достарынан кейін, ойыннан кейін ол өзі жалғыз шанамен ойнайды. Жақсы, балалар. Жақсы. Енді қазір мынандай бейнебаян көрейік. Қаны барлығымыз балалар тақтаға қарай. Мені әлдеқайда алып кетеді. Соғыс жылдарының мұңды елестерін, ұрланған балалық шақты еске салады. Ол кезде біз бәріміз бірге едік. Әкесіз, аш-жалаңаш, бірақ ертеңге деген сеніміміз зор еді. Біздің ауылға аяқ келген күн әлі есінде. Ол өзгеше бала болады. Оның ақсаңдаған аяқ емес, оның ғажайып ертегілері бізді таң қалдырады. Күн батып қараңғылық түскенде біз оны қоршап отырып, қиын әлеміне енетінбіз. Аянның әрбір сөзі бізді аштықтан да, соғыстың соғынан да құтқаратын сиқырлы күшті еді. Ол бізге алтын сарайлар, бақытты өмір мен алыстағы ағаларымызды ойлайтын. Бірақ өмір ертең емес еді. Даланың суық жері мен қара қағаздардың қасіреті еңсемізді басады. Аян бәрімізден ерте есейді. Оның жүрегіндегі мұң жусанның иісіндей ащы еді. Түндер бойы ол жұлдыздарға қарап туған үйін анасына аңсайды. Қыс келді. Уақытты боран ауылды басып алды. Сол бір суық күндерде аян бізді жылдардың ертегісін тоқтатқан жоқ. Ол өзі мұқтаж болғанда біздің жанымызға жарық сыйлай білді. Сосын ол кетіп қалды. Қарасында қалған жалғыз аяқ жолмен алысқа аттанды. Одан өзге тек жусанның иісі мен ешқашан ұмытылмайтын ертегілері қалды. Жылдар өтті. Біз де есейдік. Бірақ күзде жусан иісі шықса, мен бала аянды еске аламын. Сайын Мұратбеков. Ол шығармасында бүкіл бір ұрпақтың мұңын, сағынышын және рухын бейнеледі. Жусан иісі бұл мен өткен күннің естелігі емес. Бұл балалық шақтың тазалығы мен достықтың әнұраны. Бұл хикая әр қазақтың жүрегіндегі ең нәзік пердені басатын асыл туынды. Жақсы балалар, иә? Біз видеомен таныс болдық, иә? Енді ары қарай. Видео материал бойынша сұрақтар, иә? Аянның қандай бала екенін байқадыңдар? Андай Ертегі ауыл Иә. Достарының қамын ойлайтын. Соғыс жылдарындағы балалар өмірі қалай бейнеленгендігі туралы айтып беріңдер. Соғыс жылдарында балалардың өмірі қандай болды балалар? Қиын жалаңаш, аналары жұмыста. Иә. Әкелер Иә, және балалар мен аналар не істеді? Ауыр жұмыстарды барлығын өздері атқарды, иә? Жусан иісі әңгімесінде ауылдың тіршілігі қалай суреттелген? Елестетіп көрейікші. Ауылдың тіршілігі. Иә. аналар су тасып жүрген
Иә, ауылда көбіне кімдер болды? Қарт, сиырмен, аналар және кішкентай балалар болды. Иә, міне осындай бір ауылдың тіршілігі көз алдымызға елестейді. Иә, балалар. Ары қарай қазір біз мынандай топтық жұмыс ұйымдастырайық. Авторлық белгі деп аталады. Осы бойынша Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» шығармасындағы автордың бейнесі шығармадан дәлел келтіреміз, символын жазамыз, қорытынды ойынды осы және постерге жазып қорғайтын боламыз. Иә? Тез ақылдасып, осы постерді жазамыз. жазып сіздер бар. Жылдан да танысқан. Барлығын бақтаусы, не болды? Автордың бейнесін сипаттайтын сөздер жазамыз. Автордың бейнесін сипаттайтын қандай сөздер? Автор қандай? Аян арқылы өзінің мінезін қандай және қасиеттерін жеткізді? Иә, соларды жазамыз. Ақылдасамыз, қасымға жазамыз. Автордың негізгі идеясын білдіретін символы не? Иә, туған жерге деген сағыныш. Не болмаса, Аянның кімге деген сағынышы? Әкесіне деген сағыныш. Яғни, автор Аян арқылы өзінің көзқарасын бізге жеткізіп тұр, иә балалар? Мәтіннен бір дәлел келтіреміз, иә? Жусанның иісі жазайық. Шығармадан қандай дәлел келтіруге болады? Осы сағынышқа байланысты. Жазамыз. Балдар, әрбір баланың өзінің ойы құнды. Сондықтан өз ойыңызды ұмытпайсыз жазуға тырысайық. Жусан иісі әкеге деген махаббат. Дұрыс айтасыз. Жазамыз. Келесі. Автор шығарма арқылы қандай қорытынды жасайды, балалар? Қалай білесіңдер? Шығарма арқылы қандай қорытынды? Туған жерге деген сүйіспеншілік, тағы жақсы, әркім өз ойларыңды жазып өткізіңдер болады. Содан бөлек. Не қазір қорғаймыз?
Қай топты болып қалды балалар? Біз Жоқ, сұлтанша барғайыз. Орныңызда тұрайық та қазір айтып береміз. Жылдан балалар, уақытыңызды үнемдейік. Ал қазір. Тыңдайық балалар. Символ. Туған жерге деген сағыныш. Шығармадан дәлел. Әкесіне деген сағынышы. Жусан исі әкесіне деген махаббатын білдіреді. Қорытынды ой. Туған жерге сүйіспеншілік. Жақсы, өте жақсы. Келесі топ. ақ көңіл, мейірімді, ақылды. Символ. Туған жерге деген сағынышы. Әкесінің толық құшақтап иіскеуі. Қорытынды ой. Туған жерге деген махаббаты. Жақсы, жарайды балалар. Осы тапсырма бойынша өзіңізді бағалап қояйық. Енді бізде келесі тапсырма өте қызықты тапсырма балалар. Жағымды эмоциялар, яғни жағымсыз эмоцияларды білдіретін кейіпкер эмоциясының кардиограммасын толтырамыз. Тез. Осы шығармадағы кейіпкерлердің жағымды эмоциялары. Мысалы, Аянның жағымды эмоциялары. Немесе Аянның достарының жағымды эмоциялары. Тез жаза қояйық. Жағымсыз эмоцияларға және шығармадағы қандай жағымсыз эмоциялар бар? Мысалы, Аянның әжесінің қайтыс болуы. Жаза қояйық. Өзің жазып. Әжесінің қайтыс болуы. Мен де жазайын оны. Оқиғаларды тез жаза қояйық, балалар? Кім қанша оқиға жазар екен? Қазір жылдамырақ. Аяқ шығару Жағымды эмоцияларды жазыңыз. Жылдамырақ жазайық. Нақты нұсқаларды жазамыз, балалар? Нақты нұсқаларды жазамыз. Жағымды тұстары, кейіпкерлердің жағымды тұстары. Мысалы, Аянның. Ал енді бала болдық па? Жағымды эмоциясы аян достарымен ертегі айтып беруі, достарымен шана тебуі, достарымен топырақпен ойнауы. Жағымсыз кездері. Әкесінің қайтыс болуы, сері өліп қалуы,
болған қайыр балалар әкесінің майданда қайтыс болуы, аянды балалар үйіне өткізуі. Өте жағымсыз эмоциялар, иә шығармадағы. Жақсы. Келесі. Жағымды эмоциялар бұл достарына қызықты ертегі айтып беруі, достарымен сырғанақта ойнауы, Аяның ең бірінші хат тануы, балаларға хат жазуды үйретті. Жағымсыз эмоциялар. Аян балалар үйіне кетуі, әкесі қайтыс болуы, Аянның тобығын шығарып алуы, тұржаннан таяқ жеуі, әкесін сағынуы. Жақсы. Жақсы балалар. Біз осы жағымды жағымсыз эмоциялар арқылы шығарманы одан сайын жақсы түсіне білдік, иә? Келесі балалар. Мына жерде кейіпкерлерге қазіргі баға беріп кетейікші, мысалы. Қазір меншелерде екі бала кейіпкерге баға берсін. Міне. Иә, сендерге. Екі баланың сендер кейіпкерге баға бересіңдер. Кейіпкердің үш басты қасиетін жазасыңдар. Жоқ, сендерге басқа тапсырмайды. Бұл қасиеттер қазіргі заманда қаншалықты маңызды, қазіргі оқушы бұл кейіпкерлерден нені үйрене алады? Біз Аянның үш басты қасиетін көрсетеміз. Келесі балалар жүктілігіміз жерде алфавиттар бойынша алфавитке балалар. Осы шығарма бойынша жәнегі әріптерден басталатын кейіпкерлерді, жәнегі оқиғаларды сипаттап жазуымыз керек. Сез кәден орындап шығар. Жаза орындап. Ақылды, білімді дейді. Я Аянның қасиеттері. Ақылды, ертегіші. Жылдам онда көрейік. Енді бұл қасиеттер қазіргі заманда қаншалықты маңызды? Қазіргі заманда осы қасиеттер бар балалар бар ма? Әкесін бағалау мені қалай? Әкесін бағалау Ата-анаға бағалауды, ата-ананың қадірін білдірмей болмаса. Мысалы, аналар тұрмысталар, жерді сүйіп, суы. Келесі Аянның ертегілері еді. Қандай ертегілер? Ғажайып ертегілер еді. соғыс салды. Келесі қайсысы? Ертегіде кездесетін кейіпкерлер. Аянның ертегілері көрмейтін туралы. Аянда бір жетім бала болды.
баласында туралы жетім бала туралы. Алло. Жақсы. Кәне айта бар. Маған қоя берсін. Кейіпкер үш басты қасиеті, мейірімді, ақылды, ертегішіл, ол қасиеттер қазіргі заманда қаншалықты маңызды, білім алуға, ой-өрісті дамытуға. Қазіргі оқушы бұл кейіпкерді нені үйрене алады? Шыдамдылықты, әкесін бағалауды, білім алуды. Жақсы, өте жақсы. Өзіңді бағалап қой, Жақсы. Алфавит әдісі бойынша болып қалдық қой бала? Алфавит толтырдық па? Кім дайын? Жақсы. Алфавит. Кейіпкердің үш басты қасиеті, ақылды, ақкөңіл, мейірімді. Ал бұл қасиеттер қазіргі заманда қаншалықты маңызды. Бұндай балалар қазір көп емес. Қазір оқушы бұл кейіпкерден нені үйрене алады? Шыдамдылықты, ақылдылықты. Неге бұндай балалар қазір заманда көп емес болады? Өйткені қазір көбі сотқа көреді, интернетке көреді, телефонға көреді. Жарайды, жақсы. Балалар болып қалып па, алфавит толтырдық па? Кәне. Алфавит бойынша шығарманың кейіпкерлерінің оқиғаларын айтып өтейік. Білмегеніміз болса, барлығымыз бірге толықтырамыз, Кәне, бастайық, Аяру, бастай бар. Біз Жусан есім шығармасының ертегіші бала Аян. Аянның жаңашы жалғыз жақын адамы әжесі. Онынан тұра ғой. Әжесінің жамағай туысы бабай. Ана арада тоспа бар. Жұрт сүйіп, суы бол. Аянның ертегілері ғажайып ертегілері бар. Төбелес қол суытқан бала Есікбай. Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болады. Аян балалар үйіне кеткен соң достарына ойынға зейіні болмады. Шығармадағы қарт мұғалім Иманжан. Соғыста қайтқан кісі туралы келетін хат қаралы хабар. Ертегіні тыңдап отырған балалар немістермен шайқасқысы келді. Тұржан ұрғаннан кейін Аян 10 күннен кейін жазылды. Аянның құшырлана ескейтін зат пальто. Шығармадағы суық қорқынышты сөз соғыс. Шолақ қол бригадир есімі Тұржан. Тұншыға жүріп көзі жылтырап бір-біріне оралып ұмтылады. Соғыстағы әкесі хабар алған Аят ат қораға кіріп қалай жалды. Біз ұйықтап қалды деп жаздық. Қандай ертегі айтқанда балалар қашуға дайын отыратын еді. Үрейлі қорқынышты бір ертегілер айтқан кезде олар қорқып кететін. Сол кездегі балалардың арманы фашисті өлтіру. Әріптерді неге тезірек үйренгісі келді. Хат танып, өздерінің әкесіне және ағаларына хат жібергісі келді. Аянның дене бітімі ширақ болды. Аянның ертегісіне көбінесе қай уақыт айтады. Ымырт түсіргенде, кеш батқанда, қамшымен тепкі тиген денесі көбінесе ісіп кететін. Жақсы, өте жақсы, балалар. Алфавит әдісі бойынша барлық әріптерге сай шығармадан кейіпкерлерді және оқиғаларды сипаттап жазып берді. Жақсы, келесі. Дайынбыз ба? Қуаныш, жақсы оны, кәне. Білмегеніміз болса, қазір бірге толықтырамыз. Қайны, жасылан өзің Қайны, балалар тыңдайықшы. Жәнегі өзіміздің ұстанымызбен салыстыра білейік. Жусан есімі шығармасына ертегіші бала Аянның данашы жалғыз жақын адамы әжесі, әжесінің жамағайын туысы бабай, анау арада тоспа бар жүр сүйік суы.
Аянның ертегілері еді ғажайып төбелес қор соққар бала есікбай. Аянның ертегілері көбіне күн туралы болатын, жетім бала туралы. Шығармадағы қарт мұғалім Иманжанов соғыста қайтқан кісі туралы келетін жоқ. Қарауыл хабар. Жақсы, аға, танысып көріңіз. Аянның құшағына ескілген пальто. Соғыста әкесінен хабар алған Аян аш қораға кіріп қалай жылайды, ұйықтап қалды. Сол кезде балалардың арманы фашистерді өлтіру. Әріптерді неге тезірек үйренгісі келеді, хат жазғысы келеді. Жақсы. Қамшы мен тепкі тиген денесі кетті, ісіп кетіпті. Жақсы. Жақсы. Өте жақсы, я балалар. Әрбір мына алфавиттегі әрбір әріп бойынша және оқиғалар мен кейіпкерлерді жазып шықты. Енді өз-өзімізді бағалап қояйық, я балалар. Енді қарай, я балалар. Барлығын сақтап назар аударшы. Жалпы біз Жусан исі шығармасы арқылы кімді таныдық? Аянды, я? Енді Аянды біз қазіргі өмірде кімге ұқсатамыз? Адал дос. Адал досқа ұқсатамыз, я? Жақсы. Не себепті адал досқа ұқсатамыз Аянды? Өткен достарына адал болу. Өте достарына адал болу, я? Жақсы. Енді балалар, осы сабақ бойынша жалпы біз Аянның жәнегі Сапабектің, я? Жәнегі шығармадағы қандай кейіпкер болса, соның әрқайсысын танып, соларға мінездеме бере алдық, я? Әрбіреуінің мінезі қандай екен, жағымды кейіпкерлер кімдер, жағымсыз кейіпкерлер кімдер, осыны біз жете түсіндік, я? Енді үйге тапсырма, әділет жолы, адал жол деген тақырыпта Аянның балалар үйіне кеткені әділ шешім бе деген ой толғау жазасыңдар. Түсінікті ма? Енді қазір мен сендерге мынандай купон таратамын. Осының ішінен бір купон алайық. Осы бойынша сабағымызды қорытындылаймыз. Жасан алуға кеспеген. Жақсы, қандай сөздер шықты? Қайдан? Аянның? Бір рет үй жұмысын орындамау. Иә, бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан үшін Аянға бір рет үй жұмысын орындамай келуге мүмкіндік беремін. Иә? Келесі, Мағжан. Білімді сыйлыққа айырбастап, бояуды өшіріп, үлесінді ал Сағыз дейді, иә? Қазір саған сағыз беретін болам. Келесі, бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан үшін Мағжанға сағыз берем. Келесі, Бір шоколадты жазып. иә, Еркежанға белсенді қатысқан үшін бір шоколад беретін боламыз. Келесі, Аян. Білімді сыйлыққа Жоқ, соңындағын оқи сал. қалған орнына отыруға апта рұқсат. Иә, қалаған орнына отыруға бір апта рұқсат береміз. Сыныптың ішінде өзі қалаған жерге отыруға бір апта Аянға рұқсат береміз. Келесі, Сұлтан. бояуды өшіріп, үлесінді ал кәмпит. Иә, кәмпит. Міне, Сұлтанға кәмпит. Келесі, Бір жобадан мұғалімнен бір көмек. бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан үшін Қуанышқа бөлім бойынша жиынтық бағалау кезінде бір көмек беретін боламын. Иә, келесі, Жасұлан. Бір рет үй жұмысын орындамаңыз. Бір рет үй жұмысын орындамауға саған рұқсат береміз. Дегенмен балалар барлықтарына бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандарың үшін
бір-бірін андай шоколад таратып қояйын, иә? Міне балалар. Алдағы сабақтарында осындай сәтті, белсенді болуларына тілектеспін, иә балалар? Жалпы бүгінгі сабақтан не түсіндік балалар? Ойыңыз айтайықшы. Бір сөйлемей, қане. Бүгінгі сабақта не түсіндік? Не түсіндік бүгінгі сабақта? Ата-ананың қадірін, достыққа деген адалдық, және отанға, туған жерге деген сүйіспеншілік. Жақсы. Ары қарай, қандай сұрақтарың бар бүгінгі сабақ бойынша? Ешқандай сұрақ жоқ па? Жоқ. Ешқандай сұрақ жоқ, иә? Келесі, нені түсінбедіңдер? Барлық бүгінгі сабақта айтылған және мәліметтің барлық сендерге түсінікті болды, иә? Жақсы балалар. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.